Елімізде ауыл тұрғындарының әл-ауқатын арттыруға бағытталған мемлекеттік бағдарлама ауыл аманаты өз нәтижесін беріп келеді. Сол бастамалардың арқасында Қарасу ауылдық округінде де жеке кәсібін бастап, ісін жолға қойған тұрғындар саны артуда. Жеңілдетілген қаржыландыру мен нақты қолдау ауылдағы ағайынға жаңа мүмкіндік ашты. Толығырақ сюжеттен көреміз. Қарасу ауылының тыныс тіршілігі ерте таңнан басталады. Осы ауылдың тумасы Ахмет Хибаев ішінде әр күннің өз берекесі бар. Жас сайыннан 4 түліктің бабын білсе де, соңғы жылдары тұрақты жұмыстың жоқтығы қолбайлау болып келген еді. Екі қолға бір күрек таппай жүрген азаматтың тіршілігін ауыл аманаты жобасы түбегейлі өзгертті. Бүгінде Ахмет Хибаев тек отбасын асырап қана қоймай, ауылдастарына да үлгі болып отыр. Бұрын жұмыссыз жүрдік қой, әкімшіліктен айтылды ғой. Бордағы мен бір айланысып көрейік деп ойладық енді. Сол бағытпенен алдық. Мінекей Құдайға тобы жақсы, шүкір. 2023 жылдан бері Қарасудан 63 түтін бағдарламаның игілігін көріп өз ісін бастаған. Осылайша ауылдықтар тұрмысын тіктеп, адал еңбекпен нәпақасын тауып отыр. Әкімшілікке келсе, бізде арнайы бір маман берілген, барлық құшақтарын реттестіруге көмектеседі. Бұл бағдарлама бойынша малға алған болатын. Қазіргі кезде осы кәсіпті әлі күнге дейін айналдырып дөңгелетіп келе жатыр. Ауыл аманаты жобасы тек мал шаруашылығымен шектелмейді. 5-ші бағыт аясында халыққа қызмет түрлерін ұсынатын шаштараз, дәріхана, наубайхана сияқты кәсіп түрлерін де ашуға болады. Осылайша мемлекеттік қолдау шаралары ауыл тұрғындарының кәсіпкерлік белсенділігін арттыруға, тұрақты табыс көзін қалыптастыруға мүмкіндік беруде. Нәтижесінде ауылдағы аумақтардың әлеуметтік экономикалық дамуына оң әсерін тигізіп, халықтың әл-ауқатын еселеуге негіз қалануда. Нұрдәулет Мұса, Әйгерім Қожабайқызы, Нұрали Әбиұлы, Қордай 24 Ньюс.